Менің айтатыным мынау, Назарбаев бастаған билік, ол заңсыз билік. Назарбаев заңсыз болғаннан кейін бүкіл Тоқаевы да, бүкіл өкіметі бәрі заңсыз, депутаттары, министрі бәрі заңсыз. Бұлардың мынау халық шыққан, халық әділдікті талап етіп шыққан халықты ұстауының өзі заңсыз. Қылмыстық істер заңсыз. Бұлар конституцияны бұзып анау Назарбаев деген өзінің ыңғайына өзін қорғап конституцияны өзгертіп жазып алған. Оның қандай қақысы бар? Өйтіп конституцияны өзгертіп өзін қорғап жазып алуға оның қандай қақысы бар Назарбаевтың? Халықтың келісімінсіз. Сондықтан Назарбаевтан бастап Тоқаев та заңсыз. Олар мынау Тоқаевтың ОДКБ әскерін кіргізуі де заңсыз. Бәрі заңсыз. Бәрі заңсыз. Қылмыс болулардың істегені. Біз талап етеміз. Мынау Назарбаев, Тоқаев бүкіл билік кетсін. Кетсін. Істеген қылмыстар үшін жауап берсін. Азаматтарды босатсын. Босатсын, бүкіл ұсталған азаматтарды босатсын.